Түн аурухананың ұзын дәліздері үнсіздікке батқандай көрінгенімен, әр бөлмеде бір тағдырмен арпалыс жүріп жатты. Ақ халат киген Гүлмираның көзінде ұйқы жоқ. Сағат тілдері тоқтаусыз жылжып барады, ал оның жүрегі әр соққан сайын ауырлай түсетіндей. Ол бүгінде таң атқалы бір сәтке де отырмаған. Бір науқастың жағдайы тұрақсыз, екіншісі шұғыл көмек күтуде. Әр қайсысының артында үміт күткен отбасы бар. Гүлмира үшін бұл жай жұмыс емес еді, бұл оның өмірі, оның миссиясы. Бірақ дәл сол сәтте оның қалтасында тұрған телефон дір ете қалды. Бір қарағанда қарапайым ғана қоңырау. Бірақ жүрегі бірден су ете түсті. Анашым, әлсіз, дірілдеген дауыс. Бұл оның қызы Айлиннің дауысы еді. Қызым, не болды? Деп сұрады Гүлмира, бірақ даусында мазасыздық анық сезілді. Менің басым айналып жатыр, денем күйіп бара жатқандай. Сол сәтте әлем тоқтап қалғандай болды. Гүлмираның қолы дірілдеп кетті. Ол мыңдаған науқасты көрген, сан түрлі жағдайдан өткен тәжірибелі дәрігер еді. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша. Бұл оның өз баласы. Ол бір сәтке қабырғаға сүйеніп қалды. Көз алдына Айлиннің күлімдеген жүзі елестеді. Таңертең мектепке жиналып жүргендегі бейнесі. Кешке ерте келесіз бе деп үмітпен сұрағаны. Ал ол не деді? Жұмыс көп, қызым. Сол сөз енді жүрегін тіліп өткендей. Қазір барамын, деді ол, бірақ дәл сол кезде операция бөлмесінен дабыл естілді. Шұғыл жағдай. Тағы бір адамның өмірі қыл үстінде. Гүлмира орнында қатып қалды. Бір жағында оның қызы. Жалғыз, әлсіреп анасын күтіп отыр. Екінші жағында науқас. Егер ол бармаса, бәрі кеш болуы мүмкін. Көзінен еріксіз жас шықты. Бірақ ол жылауға да уақыт таппады. Бұл таңдау сәті еді. Ана ретінде ме, әлде дәрігер ретінде ме? Жүрегі екіге бөлінгендей болды. Ол телефонды қатты қысып ұстап тұрды. Анашым, тез келіңізші деген әлсіз дауыстағы естілді. Сол сөздер оның жанын күйдіріп жіберді. Гүлмира көзін жұмды. Ал келесі сәтте ол шешім қабылдады. Гүлмира көзін ашқанда, жанарында тек бір ғана нәрсе тұрды: күрес. Айлин, қызым, телефонды қойма, мен сенімен бірге тұрмын, деді ол барынша сабырлы дауыспен. Бірақ жүрегіндегі дауыл сыртқа шықпай тұншығып жатты. Ол медбикелерге тез бұрылды. Палата 7-ні дайындаңдар. Мен 5 минутта келемін, деді нық дауыспен. Бұл шешім еді. Ол операцияға кірмейді. Бірақ дәл сол сәтте оның әріптесі, тәжірибелі дәрігер Ерлан жанына жақындады. Гүлмира, жағдай ауыр. Сенсіз қиын болады, деді ол төмен дауыспен. Гүлмираның жүрегі тағы бір рет сыздап өтті. Мен де білемін, деді ол баяу. Бірақ қазір мен үшін ең ауыр науқас менің қызым. Осы сөздерді айту оған оңай болмады. Себебі ол ешқашан өз жұмысын кейінге қалдырмаған. Ешқашан. Бірақ бүгін бәрі басқаша. Ол сыртқа қарай жүгіре жөнелді. Аурухананың суық дәліздері артта қалып бара жатты. Әр қадамы ауыр, әр секунды бағалы. Көлікке отырған сәтте қолы әлі де дірілдеп тұрды. Қозғалтқышты қосқанда телефонды құлағына қайта жақындатты. Айлин, тыңдап тұрсың ба? Иә, әлсіз ғана жауап келді. Қызым, терезені аш. Таза ауа кірсін. Су ішіп көрдің бе? Ішкім келмейді. Оның дауысы барған сайын бәсеңдеп бара жатты. Гүлмираның көзінен жас тамып кетті. Бірақ ол рөлді қаттырақ ұстап, жылдамдықты арттыра түсті. Тек шыда, қызым, тек шыда, деп ішінен қайталай берді. Сол сәтте оның телефонына тағы бір қоңырау түсті. Ауруханадан. Ол бір сәтке ойланып қалды. Жауап берсе, бір адамның тағдыры. Жауап бермесе, белгісіздік. Ақыры ол қабылдады. Иә. Гүлмира, уайымдама, деді Ерланның дауысы. Біз операцияны бастап кеттік. Бар күшімізді саламыз. Сен қызыңа бар. Бұл сөздер оның жүрегіне жылу берді. Ол жалғыз емес еді. Бір сәтке болса да иығындағы ауыр жүк жеңілдегендей болды. Рахмет, деді ол сыбырлап.
Көлік қараңғы көшелермен зулап бара жатты. Әрбір бағдаршам, әрбір бұрылыс сынақ секілді. Ақыры үйінің алдына келіп тоқтады. Есікті ашқан сәтте тыныштық қарсы алды. Қорқынышты тыныштық. «Айлин», деп дауыстады ол. Жауап жоқ. Жүрегі дүрсілдеп бөлмеге қарай жүгірді. Ал сол сәтте ол көрген көрініс оның жанын тітіркендіріп жіберді. Гүлмира бөлмеге кіріп келгенде уақыт тоқтап қалғандай болды. Айлин төсекте қозғалыссыз жатты. Бет әлпеті бозарып кеткен, ерні құрғап, демі әрең білінеді. Қыздың кішкентай қолы көрпенің үстінде әлсіз ғана дірілдеп тұрды. «Айлин», деп айқайлап жіберді Гүлмира. Ол жүгіріп барып қызын құшағына алды. Қолын маңдайына қойды, оттай ыстық. Дәрігерлік тәжірибесі бірден іске қосылды, бірақ бұл жолы әр әрекет жүрекпен араласып жатты. «Қызым, мен келдім, естіп тұрсың ба?» Айлин көзін әрең ашты. Анасына қарады. Сол көзқараста қорқыныш та, сенім де бар еді. «Анашым, кетпеңізші», деді сыбырлап. Бұл сөз Гүлмираның жанын тіліп өтті. «Мен ешқайда кетпеймін», деді ол көз жасын жасыра алмай. Ол дереу сөмкесін ашып алғашқы көмек көрсете бастады. Дене қызуын түсіру, тамыр соғысын тексеру, тынысын бақылау бәрі автоматты түрде орындалып жатты. Бірақ бір нәрсе анық еді, бұл жай ғана жеңіл сырқат емес. Жағдай күрделі. Гүлмира телефонды алып әріптестеріне қоңырау шалды. «Маған көмек керек. Қазір», деді ол қысқа ғана. Даусында бұрын соңды болмаған өтініш бар еді. Бірнеше минут, бірақ ол минуттар сағаттай созылды. Айлиннің демі бірде жиілеп, бірде баяулап бара жатты. «Жоқ, қызым, шыда», деп сыбырлады Гүлмира, оның қолын қысып. Сол сәтте иесі қоңырауы шырылдады. Гүлмира жүгіріп барып ашты. Есіктің алдында Ерлан мен тағы екі дәрігер тұрды. Қолдарында қажетті құралдар. «Біз келдік», деді Ерлан. Сол сөздер үміттің сәулесіндей естілді. Олар бірден іске кірісті. Бөлме шағын болса да, бір сәтте кішкентай реанимация бөлмесіне айналды. Қысымы төмендеп барады. «Жылдам, мына дәріні бер. Тынысын бақыла». Гүлмира бір шетте тұрмады. Ол да қатарларында. Бірақ бұл жолы ол тек дәрігер емес еді. Ол ана. Әр секунд жүрегін қысып, әр әрекет жанын жаралап жатты. Бір сәтте Айлиннің денесі сәл босап кетті. Аппараттағы дыбыс өзгерді. Бөлмеде үнсіздік орнады. Гүлмираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Айлин», деді ол әрең. Ерлан оның көзіне қарады. Сол көзқараста бәрі бар еді. Белгісіздік, үміт және шешуші сәт. Сол бір сәт тыныста, уақытта тоқтап қалғандай болды. Гүлмира Айлиннің жанында тізерлеп отыр. Қызының кішкентай қолын алақанына қысып, жанарынан жас тоқтаусыз ағып жатты. «Қызым, мен осындамын», деді ол сыбырлап. Аппараттағы дыбыс бір қалыпты емес. Әрбір үзіліс жүрекке соққы. Ерлан терең дем алып қайта тексеріп шықты. Бөлмедегі әр дәрігер үнсіз, бірақ барлығы соңғы үмітті ұстап тұрғандай. «Тағы бір рет көрейік», деді ол сабырмен. Бірнеше секунд. Сосын тағы бір тексеріс. Кенет «Тоқта», деді Ерлан. Барлығы қатып қалды. Тынысы қалыпқа келе бастады. Сол сөз бөлмені жарыққа толтырғандай болды. Гүлмира сенбей қызына үңілді. Айлиннің кеудесі баяу көтеріліп түсіп жатыр. «Тыныс бар. Айлин», деп еңіреп жіберді ол. Қызының саусақтары сәл қозғалды. Көздері ақырын ашылды. «Анашым», деді әлсіз ғана. Бұл ең әдемі сөз еді. Гүлмира қызын құшағына қысып көз жасын тыя алмады. Бұл қуаныштың, қорқыныштан аман қалудың, жүректегі ауыр жүктің түскен сәті еді. Ерлан мен басқа дәрігерлер үнсіз ғана бір-біріне қарады. Олар да бұл күрестің қаншалықты ауыр болғанын білді. Қауіп сейілді. «Бірақ бақылауда ұстаймыз», деді Ерлан жай ғана. Гүлмира басын изеді. «Рахмет бәріңізге», деді ол жүректен. Сол түні ол көп нәрсені түсінді. Кейде ең мықты адамда жалғыз емес. Кейде көмек сұрау әлсіздік емес. Және ең бастысы,
Адамдарға деген сенім өмірді сақтай алады. Айлин анасының қолын жібермей ұйықтап қалды. Ал Гүлмира оның жанында отырып алғаш рет ұзақ уақыттан кейін тыныш дем алды. Себебі бұл жолы ол тек дәрігер ретінде емес, ана ретінде жеңеді.